Сәлем достар, біз бүгін балық қуыратын боламыз. Балықты жақсылап жуып, тазалап аламыз. Балығымыздың екі жағын осылай кесеміз. Бұл біз тұздықтағанда балықтың ішкі жағының бәрінде тұз сіңуі үшін. Балығымызды жақсылап тұздықтап алдық. Енді кляр жасаймыз. Ол үшін 200 мг суға 4 ас қасық ұн, 1 шай қасық тұз салып, жақсылап араластырамыз. Ешқандай түйіршік болмауы қажет. Клярымыз дайын. Енді балығымызды клярымызға жақсылап екі бетін батырып аламыз да, қызып тұрған майға салып қуырамыз. Асықпай қызарғанша қуырып алдық. Енді келесі бетін қуырамыз. Балығымыз дайын болды. Енді аламыз. Міне, дәмі керемет балығымыз дайын болды. Жасап көріңіздер.